Енді геморройдың причиналары өте көп. Біріншіден, бірінші причинасы ол ауыр жұмыс жасаған. Көбінше строительдерде болады, жаңағы. Содан профессиональный болезнь деп айтады, ол шоферларда болады. Көп сидячий образ жүргізген. Офисный работниктарда болады. Енді ол геморройдың пайда болатына бірінші очередь ол қаннан связан. Содан аяқтағы тамырлардан, варикоз болатындарда көп болады геморрой. Жаңағыдай тік ішектің жанында геморроидальный вена дегендер болады. Сол веналар жаңағыдай қан қоюланып, постоянно сидячий образ жизни өтіп жүрген кезде жаңағы жерге қан жиналып выбухание болады. Содан ол кезде адам өзі байқамайды, пайда болып жатқанын. Адам, когда обострение болып, үлкен дәретке шығуға